доллар гүлін үй жағдайында қалай көбейтеміз? Егер үйіңізде доллар гүлі сынып қалған жағдайда, оны жапырақтарынан көбейтуге болады. Пышақты алып, мына жапырақтың түбінен былай кесіп аласыздар. Міне осылай кесіп аласыздар. Міне бірнеше жапырақтарды кестім. Енді соны мынадай кәдімгі мебельдерден келетін пенопластқа арасын кесіп, осылай барлығын қойып шығамыз. Міне осылай қойып шығамыз. Сосын мына түбінде былай сәл шығып тұру керек. Себебі суға тиіп тұру керек мына түбі. Бұған қойған себебіміз, біз жапырақтарды суға, мысалға мына ыдысқа су құйып аламыз, мұздай су. Кез келген осындай ыдыстар бола береді. Яғни осының жапырақтың түбі жағы суға тиіп тұру керек. Бұны біз жапырақтар құлап кетпеу үшін істейміз. Осыны бірнеше күнге қойып қоясыздар. Бірнеше күннен кейін оның түбінде тамыр байлайды және картошкалар шығатын болады. Міне арада уже 1,5 айдай уақыт өтті. Міне біздің доллар гүліміздің түбіне мынадай барлығына тамырлар шықты. Енді осыны топыраққа отырғыза беруге болады. Міне. Жаңа гүлдердің жапырақтарын еккеннен кейін осылай бір-біріне барлығын жақын егесіздер. Сол кезде ішінде алып кететіндері болады, кейбіреулер алып кетпейді. Және мысалға мына жерде көбісі жақсы стрелкалар шығарып тұр. Ал мынау менде осы жапырақтардан өндірген доллар гүлдерім. Міне бірнеше стрелкалар шығарған. Түп жағында көрсетші.